Египетке саяхатта бармақсыз ба? Бұл елге барғанда нені ескеру керек? Түсіндірейік. Египетке демалысқа барсаңыз, алдын ала виза қажет емес. Сізге қажеті паспорт. Египетке қонған соң әуежайда екі түрлі виза таңдай аласыз. Бірі тегін, екіншісі ақылы. Егер сіз Синайдағы Шарм-эль-Шейх қаласына 14 күнге барсаңыз, виза тегін. Бұл визамен Синайдан шыға алмайсыз. Яғни Каирдағы пирамидаға баруға мүмкіндік жоқ. Ал әуежайда $25 төлеп толыққанды туристік виза алсаңыз, бұл визамен бүкіл Египетті аралап пирамидаға бара аласыз. Бұл виза 1 айға беріледі. Елдің ұлттық валютасы Египет фунты. 2021 жылдың қараша айындағы курс бойынша 1 Египет фунты 27 теңге. Ал долларға шаққанда $1 шамамен 16 Египет фунты. Египетте базарларда, кафелерде доллар, евромен төлеуге болады. Бірақ бұлай төлесеңіз, курс төмен болады. Сондықтан доллар, евроңызды Египет фунтына ауыстырып алыңыз. Египет мұсылман елі екенін білесіз. Сондықтан дресс-код пен киімге мән беріңіз. Қонақ үй мен курорттық аймақта киімге қатты талап қойылмауы мүмкін. Ал көшеге шыққанда тұрғындар мен полициямен мәселе болмас үшін мына ережелерді сақтаңыз. Әйел адамдар жағажайда суға түскенде жабық купальник киюі тиіс. Қоғамдық орында арақ ішіп мас болып жүруге тыйым салынған. Египеттіктерге алкоголь сыйлап, бірге алкоголь ішуді ұсынбаңыз. Жұртты келісімінсіз суретке түсіруге болмайды, әсіресе әйелдерді, полицейлер мен әскерилерді. Бұған қоса мемлекеттік мекемелерді және әскери объектілерді сурет видеоға түсірмеңіз. Қала араласаңыз, қолыңызбен аяғыңызды жабатын киім киіңіз. Әйелдердің юбкасы ұзын болуы шарт, шортик қысқа юбка киюге болмайды. Мешітке және египеттіктердің үйіне кірсеңіз, аяқ киіміңізді міндетті түрде шешіңіз. Намаз оқып жатқан адамдарға кедергі келтірмеңіз. Мешітке әйел адам кіруге болмайды десе, қарсылық білдірмеңіз. Ғимараттардан, тарихи орындардан естелікке тас, өсімдік, қызыл теңізден коральдарды алуға болмайды. Мұның бәрі Египеттің мәдени және табиғи байлығы деп саналады. Егер әуежайда ұсталсаңыз, көп айыппұл салынуы мүмкін. Египетте кафе, ресторанда даяшыларға $1-2 қалдырып кету әдеті бар. Исламда сол қол таза емес деп саналады. Яғни египеттіктер сол қолмен аяқ киім шешеді, лас жұмыстарды жасайды. Сондықтан оң қолмен амандасып, базардағы тауарларды оң қолмен ұстаңыз. Дүкеннен бөтелкедегі суды алып ішіңіз. Бөтелкедегі суды алғанда қақпағы дұрыс жабылған ба, қарап алыңыз. Краннан су ішпеңіз. Көшедегі құдықтардан да су алмаңыз. Египетте су лас. Жеміс жейде көкөністі ыстық сумен тазалап жуыңыз. Египетте шаң, сондықтан жемістерде кірі болады. Сүт тағамдарын, тез бұзылатын тамақтарды жемеңіз. Ыстықта олар жылдам бұзылады. Егер елде саяси ахуал нашар болса, курорт аймағынан шықпаңыз. Бұл елде билікке қарсы наразылық жиі болады. Құжат, ақша, бағалы заттарыңызды сейфте сақтаңыз. Құнды заттарыңызға сақ болыңыз. Паспортыңызды көзіңіздің қарасындай сақтаңыз. Құжаттардың кісері көшірмесін ұстап жүріңіз. Египеттен жақындарыңызға не алуға болады? Бұл елде шайдың және балдың түрі көп. Сондықтан осыларды алсаңыз болады. Бұдан бөлек зергерлік бұйымдар, кәдесилар, тәтті тағамдар алуға болады. Кәдеси ретінде папирус, статуэтка, керамика, шамдар, майшамдар таба аласыз. Египетте ауа райы қандай? Бұл елде тропикалық шөлді климат. Шілде-тамыз айларында күн 50 градусқа дейін ысуы мүмкін. Қыста да суға түсуге болады. Ауа температурасы 20-25 градус жылы болады. Ақпанда теңіз суықтау. Қыста кешке күн салқындайды, сондықтан джинсы, кофта, көктемгі куртка алып алғаныңыз жөн.